Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге өте жұмсақ, дәмді, кішіміз қосылған кекс жасап көрсетемін. Менімен бірге болыңыздар. Арнаға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Барлық қосатын қоспаларымыз бөлме температурасында болуы қажет. Ең алдымен сары май мен қантты жақсылап араластырамыз. Осындай болады. Содан кейін жұмыртқаны қосып, оны да жақсылап араластырамыз. Содан соң сүзбені қосамыз, араластырамыз. Қатты езіп араластырудың қажеті жоқ. Жай ғана араластырып қойсаңыздар жетеді. Содан соң мен алдын ала ұнның ішіне разрыхлительді бірге араластырып қосып қойдым. Оны да жай аз-аздан қосып араластырамыз. Ұнды бірден салып жіберуге болмайды, әйтпесе араластыруы қиындап кетеді. Міне осындай қоймалжың қою масса шығады. Соңында жуылып кептірілген кішімішті салып жақсылап араластырамыз. Алдын ала дайын формаға пергамент қағазын төсеп, массамызды саламыз. Салып бетін тегістеп, жақсылап тегістеп 170 градус пеште 40 минут аралығында пісіреміз. Піскенін таяқшаны көмегімен тексереміз. Таяқшамыз құрғақ болып шығу керек. Қаласаңызда сахарный пудрамен немесе шоколадпен әсемдеуге болады. Бүгін мен сахарный пудрамен әсемдедім. Баршаңызға ас болсын. Пісіріп маған комментарий жазып кетіңіз.